Шымкенттік оқушы 50 жоғары оқу орнынан шақырту алды. Талапты түлекке әлемнің жетекші университеттері 100% грант ұсынған. 17 жастағы Нұрым Серіктің білімі ақш, Германия, Испания, Түркия, Болгария елдеріндегі беделді оқу ордаларының назарын аударды. Оқушы қандай жетістігімен көзге түсті? Тілшіміз білген еді. Нұрым Серікке ақш, Испания, Германия, Британия және Гонконгтың беделді оқу ордалары грант ұсынған. Бағы жанған жас талапкердің таңдауы әзірге Малайзияға түсіп отыр. Мен өзім кішкентай кезімнен бір ойын жазып көргем, бірақ кейін маған соны жазып бітіруге білім жетпеді. Сол үшін мен компьютер сайенсті таңдап, кейін оқып, ойын жазғым келеді өзім. Отбасымен бүйтіп сөйлесіп көрген соң Малайзияға жақын болып жатырмын өзім. Малайзияда Қытай университеті негізінде Малайзияда ашылған франшизасы, маған қызықтырған жері ол өте үлкен кампусы. Университетте бүкіл жағдай студенттерге жасалған. Нұрым келешекте компьютер тетігін түгел меңгеруді армандайды. Сол себепті IT саласына оқуға түсуге бел буған. Ұлттық бірыңғай тестілеуден жоғары нәтиже көрсетіп, халықаралық ағылшын емтиханнан 7,5 балл жинаған. Ұстаздары да оқушының талабы таудай, ізденісі жоғары екенін айтады. Біздің сыныбымыздағы озат оқушылардың бірі. Жалпы болашақ мамандығы IT саласын таңдап отыр. Енді IT саласында шетелдік бірнеше оқу орындарынан шақыртулар алып отыр ғой. Жалпы ағылшын тілінен болсын, математикадан болсын, көрсеткіші өте жақсы. Техника саласы жақсы дамып келе жатыр ғой. Соны жақсы меңгеріп, осы еліміз үшін өз үлесімді қосам деген болатын. Енді сәттілік тілейміз. 17 жастағы талапкер күзден бері 200-ге жуық жоғары оқу орнына өтінім жіберген. Әзірге тек 50 университеттен жауап келіпті. Жас түлек, егер басқаларынан да оң жауап келсе, таңдауымды өзгертуім әбден мүмкін дейді. Гүлдана Сидрасул, Мерас Ашенов, 7 арна, Шымкент.